беттегі сепкілді кетіру мүмкін емес, бірақ оны 70-80% ағартып жасыруға болады. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында беттегі сепкілді ағартып және жасыратын боламыз. Жалпы оны Қытай, Корей елдерінде кеңінен таралған бұл масканы үйде де жасап көріңіздер. Біздерге көк шай ғана қажет болады. Көк шайымыздың бір ас қасығын алып, оны жақсылап блендер арқылы өткізіп аламыз. Көк шай табиғи антиоксидант болғандықтан беттегі бактерияларды өлтіріп, өліп қалған жасушаларды қайта қалыптылығына келтіруіне көп көмегін тигізеді. Міне, біздер де көк шайымызды алып алдық. Енді осы көк шайымыздың үстіне бір ас қасық сүт құямыз. Бетіміздегі сепкілдерді кетіріп қана қоймай, күйген қарайған беттерді ағартуға көп көмектеседі. С витаминге бай болғандықтан бетіміздегі сепкілдерді ағартуға жақсы көмектеседі. Дәл осы масканы үйде жасап көріңіздер. Және де осы көк шайымыздың үстіне бір ас қасық сүт құямыз, немесе сүт болмаса айран құйсаңыздар да болады. Жақсы көмектеседі. Ең бастысы, айран да болмаса қайнаған су қосып та араластырып, жуылған таза бетімізге жақсылап жағып шығамыз. Дәл осы масканы бір ай бойы үздіксіз аптасына 2 рет жасап тұрсаңыздар, беттеріңіз ағарып, сепкілдеріңіз кәдімгідей орындары қалмай, беттеріңіз теп-тегіс болып шығатын болады. Дәл осы масканы жасап көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.